Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирге оралдық. Ас үйден кейін тақырыптан ауытқымай, бүгін сіздерге бір ерекше жаңалықпен бөлісейін деп отырмыз. Да, дорогие друзья, у нас здесь сегодня победители городских областных соревнований по волейболу, ученики Назарбаев интеллектуальной школы во главе с своим преподавателем, учителем физической культуры Кылышем Тусапхановым. Также у нас в студии ученики 10 класса Арсен Аджанов и Альнур Дюсимбинов, а также ученики 12 класса Алихан Идрис и Сагымбай Микеш. Доброе утро. Да, ну вот мы только что с Бахатнур говорили, что кубок такой прям очень-очень-очень большой у нас стоит на полу. Да, но все началось, конечно, не с него, да? То есть, чтобы к нему прийти, это был такой очень-очень долгий путь, которому предшествовали все предыдущие медали и кубки. Ну, давайте, наверное, немножко расскажем о соревнованиях, вот в порядке, наверное, их происхождения, скажем так, да? Так, ну, давайте, можете начать. Қайырлы. Бұны егерде айтып өтетін болсақ, ең бірінші біз Назарбаев зияткерлік мектептердің арасында, дербес білім беру ұйымдарының арасында миссия бойынша әр 2 жылда бір рет спорт жарыстары өтіледі. Екіншіден, бір жыл егерде спорт түріне дарыпталса, екінші жылы өнерге бағытталған. Біз осы жылы 2020 жылы өте сәтті жыл деп есептейміз. Біздің мектебіміз үшін неліктен десеңіздер, бұл бізде тек қана спорт түріне ғана емес, және білімнен, ғылыми жобалар, олимпиадалардан бірінші орында, және спорт бойынша бірінші орында келе жатырмыз. Павлодар қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Міне алдымыздағы жаңа сіздер айтып өткен үлкен кубок. Бұл бізде кесте бойынша айтып өтуге керек. Міндетті түрде тек қана волейбол спорт түрінен емес, футзал және волейбол, баскетбол, үстел теннисі, шахматы, зияткерлік ойындардан, тоғызқұмалақ, әртүрлі спорт түрінен барлық 21 Назарбаев зияткерлік мектептер арасында ең басты жүлдені біз ұтып алдық. Оған біз қалай жеттік десеңіздер, ең бірінші іріктеу кезеңі болды. Аймақтық кезең, ол орысша айтқан кезде региональный дейді. 21 мектепті 3 қалаға 7 мектептен бөліп тастады. Ең бірінші бізде Тараз қаласында болды. Тараз қаласында бізде Семей, Өскемен, Талдықорған, Қостанай, Петропавл, Павлодар және Тараз қаласы 7 мектеп қатысты. 7 мектептен 2 мектеп іріктеуден шығып, Алматы қаласына қысқы каникулдарда сетевая спартакиада дейді, орысша, қазақшасы аймақтық желік спорт спартакиадасы. Соған барып қатыстық. Және басқа бірінші және екінші топтан 2 командардан келді. Солардың барлығында жеңіп, жүлделі бірінші орынды алып келдік. Аймақтықтан да бірінші орын алдық, және желіктен де бірінші орын алып келдік. Өте жақсы керемет жетістіктер көрсетті. Бұның барлығы жаңағы дайындықтың арқасында, бір ойынға деген бір қызығушылықтың арқасында болып отыр ғой. Сабақтан тыс осындай бір ауқымды жарыстарға қатысу, қосымша сабақтан кейін осы біздің оқушыларымыз келіп, жұмасына 2 рет, 3 рет келіп қатысып, жақсы белсенді қатысқан арқасында осындай жетістіктерге жетуде. Биыл және оған қоса, биыл тағы да қалалық жетістік бірінші орынға алдық. Бірінші және екінші лига болып 2-ке бөлінеді. Екінші лига оқушыларынан арасынан тағы да бірінші орынға жеттік. Сондықтан осындай жақсы жетістіктер болып отыр. Да, но у вас, наверное, было так это особо сложно, потому что помимо учебы, которая, как я знаю, у вас с 8 до 5 вечера, соответственно, оставаться еще на тренировке. Прошу прощения, сколько раз в неделю тренировки у вас? У нас тренировки 3 раза в неделю. А поскольку занимаетесь? Час-два? По 2 часа, то и больше. То есть там уже, мне кажется, когда разыграетесь, уже не замечаете, как время идет, и уже потом, 8 часов, как бы пора и домой, да? Ну, расскажите немножко, давайте вот каждый сейчас представится, и расскажите, как вообще началось увлечение именно волейболом. Почему вот из всех видов спорта, которые, в принципе, преподаются вот в школе, в основном, почему выбрали именно его? Ну, хотел сказать сперва, что меня зовут Алихан, я ученик 12 класса, учусь, получается, в выпускном классе. И я начал заниматься волейболом только после того, как поступил в НИШ, получается, 7 класса.
Вообще я начал заниматься волейболом, потому что он был мне с детства интересен. Получается, мой двоюродный брат, его зовут Айважа Азиз, он выступает в высшей лиге по волейболу, выступает за команду Павлодар. Я, получается, приходил и смотрел его игры, приходил вместе с ним на тренировки. И так получилось, что я тоже полюбил волейбол и, можно сказать, влюбился в этот вид спорта. То есть такое детское увлечение, в Да. принципе, которое переросло, в принципе, и по сей день. И, как вы и говорите, мы учимся с 8 до 5. И как бы мы не уставали после учебы, мы приходили с новыми силами на тренировки и всегда пытались заниматься своим любимым делом, чтобы достичь большего успеха. Отлично Хорошо. сказано. Так, ну. ал бізге келесі мейманымыз. Меня зовут Альнур, я ученик 10 класса. Моя история очень интересная, так как до этого я 7 лет занимался плаванием, Мәссаған. и как пришел в Ниш, у меня не было времени продолжать свое дело. Но здесь я встретил нашего тренера Халиша Шаурмбековича, и он меня позвал на волейбол. И так я пришел в этот спорт. И уже занимаюсь на протяжении 3 лет, и мне этот спорт нравится с каждым днем все больше. Ну, отлично. Мен Сағымбай, 12 сыныпта оқимын. Волейболға қызығушылығым менде пионерболдан бастасақ десек болады. Мен 5 сыныпта қалалық пионербол жарыстарына қатысып жүріп, одан жоғарырақ дәрежеге жету үшін волейболға көштім. Одан кейін қосымшалар алу үшін волейбол қалалық спорт мектебіне бардым, Баянтауға. Одан кейін Назарбаев зияткерлік мектебіне келген соң Қылыш ағаймен бірге сабақтан кейін дайындалып жүрдім. Енді бүгінгі таңда хобби ретінде қалыптасып отыр, иә? Иә. Ал бізге келесі мейманымыз. Меня зовут Арсен, и мой волейбольный путь начался в 6 классе, когда мои родители отправили меня в детскую юношескую спортивную школу в Баянтау. И я там занимался на протяжении полугода, и вроде бы попал в команду. Затем, после того, как поступил на Назарбаевскую школу, у меня также не хватало времени, как у Альнура, но уже в Назарбаевской школе меня заметил Кылыш Агай и позвал меня тренироваться. Вообще, сколько у вас человек в команде в основном? Таких основных, там, Біздің запасных? құрама командаларда жаңағы жиелік және аймақтық командаға барған ол 7-8 сынып құрама командалары. Одан басқа мектептің құрама командалары бар. Жалпы 25, одан тағы да 7-8 сыныптың оқушылар кеп қосымша қатысып жүр қазір. Бұл балалардың жанында үйреніп. Жалпы айтсақ 25 баладай болады, одан да көп деп айтуға болады. Уақыттан тыс, сабақтан тыс уақытта келіп қатысады. Енді мынау бүгінгі таңда біздің өңірде жалпы волейбол ойыны қандай даму үстінде? Даму қарқыны қалай жалпы? Павлодар қаласында ма әлде қалай? Қала бойынша. Қала бойынша өте жақсы жоғарғы деңгейде дамып жатыр. Әртүрлі турнирлар өткізіледі. Мектеп аралық жалпы білім беру мектептер арасында өткізіледі. Колледждер арасында, университеттер арасында және завод ұйымдар арасында, мектеп оқытушылар арасында өте жақсы деңгейде, және оны жеңімпаздары тағы да Қазақстанның біріншіліктеріне қатысады. Жас өспірім дайындау дюсша дейді. Соларда жақсы, қыздарда, ұлдарда жақсы дайындауда өте жоғары деңгейде. И по большей степени, вот сейчас у меня теперь вопрос к ребятам, какие качества развивает вас волейбол? Вот чем он помогает? Не знаю, помогает ли как-то в учебе? Не знаю, дает ли больше выносливости вот именно вот к большому объему работы? Да, я считаю, что волейбол определенно помогает добиться успеха в жизни. По моему опыту, волейбол мне показывает, что даже если у тебя нет выявленного таланта, и если ты любишь свое дело и будешь отдаваться полностью своему делу, то сможешь добиться успехов. Получается, вначале я был щупленьким, слабым ребенком, но, получается, мой тренер Кылыш Шаурмбекович не начал разочаровываться во мне, продолжал меня тренировать. И вот я в 12 классе дошел до первенства городского
по городскому волейболу. И сейчас являюсь капитаном команды и одним из сильнейших игроков в школе. Молодец. Отлично. Так, ну, кто-нибудь еще, может быть? Я считаю, что волейбол помогает мне мыслить логически, стратегически. Когда ты на поле, ты думаешь, куда лучше всего сделать скидку, куда напасть. Там, где нет блока, это очень важно, чтобы заработать очко. То есть, в принципе, видеть всю ситуацию, уметь ее быстро оценить, потому что это все-таки мяч то здесь, то там, он постоянно. Мен үшін волейбол шыдамдылықты дамытты. Ең алдымен ол сабақтан кейін шаршасаң да тренировкаларға қалып, дайындалу. Ойнап дейсіз ғой, Иә, ойнап. Дайындалу маған шыдамдылық талап етті. Мен қаншама тренировкалардың арқасында шыдамдылығымды дамытып, осындай жетістіктерге жетіп отырмын. Тамаша. Я думаю, что волейбол у меня развил, во-первых, концентрацию, потому что, чтобы играть в волейбол, тебе нужна 100% концентрация также. И ты всегда должен быть в игре и никогда не отставать. Ну, отлично. Но вот в ближайшем будущем какие соревнования еще планируются? Где еще будете принимать участие? В ближайшие 2 года, через 2 года также будет сетевая спартакиада. И в следующем году надеемся опять занять первое место на городских. Ну, отлично. Ну что ж, ребят, большое вам спасибо за то, что уделили нам свое утреннее время. Мы желаем вам кубков еще больше, чем этот. Хотя, я не знаю, бывают ли больше, но желаем вам еще кубков побольше. Самое главное — это не терять интерес. Ең бастысы спортқа деген бір қызығушылықты жоғалтпау керек сияқты біздіңше. Бұл да бір спорттың ерекше бір түрі. Жалпы осы салада жүргендіктен, жалпы денсаулыққа да бір өзіндік оң пайдасын тигізетінін баршамыз білеміз. Тек қана биік белестерді бағындыра беріңіздер, алғысымыз шексіз. Көптен көп рахмет.